Баршаңызға сәлем, мен есім Фариза. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай сорпасы мөлдір иісі бұрқыраған әдемі дәмді фрикадельки суптың жасауымен бөлісемін. Ол үшін біз ең алдымен пияз, сәбізімізді, картобымызды және перецімізді жақсылап тазалап аламыз. Одан кейін пияздың 1,5-ын алып блендерлейміз. Өте езіп жіберудің қажеті жоқ, біразға дейін блендерлейміз да, одан кейін фаршымызды саламыз да, екеуін бірге жақсылап блендерлеп еземіз. Однородный болғанға дейін жақсылап езіп аламыз. Одан кейін фаршымызды чашкамызға салып аламыз да, өзімізге ұнайтын дәмдеуіштермен дәмділеп, тұзын саламыз, қара бұрышын саламыз. Одан кейін жақсылап қолмен араластырамыз. Осы супты міндетті түрде дайындап көрулеріңізге кеңес беремін, өйткені балалар да өте жақсы көріп ішетін болады. Неге фаршымызды араластырып жақсылап ұрып алдық. Енді осындай жайпақ ыдысқа кішкене ұн сеуіп аламыз. Одан кейін видеода көргендеріңіздей кішкентай фрикаделькидің формаларын жасаймыз. Одан кейін жаңа қалған жарты пиязымызды, сәбіз, картошка, бұрышымызды бәрін жақсылап турап аламыз. 4 бұрыштылап, өте ұсақтап емес, средний қылып. Одан кейін майды қыздырып, ең бірінші сәбізден бастап қуырамыз. Өйткені сәбіздің майға қып-қызыл цвет шығады да, сорпаның цветі әдемі болады. Одан кейін пиязымызды салып қуырамыз, одан кейін картошкамызды саламыз, одан кейін суымызды құйып қайнатамыз. Одан кейін өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіштеріңізді, лавровый лист, тұз бәрін салып аламыз. Фрикаделькиларымызды салып, бір рет бұрқ етіп қайнағаннан кейін клёцкиларымызды саламыз. Клёцки деген, көріп отырғандарыңыздай сұйық теста деп айтуға болады. Осындай қоюлықта болғанша 2 жұмыртқаны жарып аласыздар да, үстіне ұн салып араластырамыз. Осындай қоюлықта болғанға дейін ұн саламыз, примерно бір стакандай кетеді ұн. Өстіп жақсылап араластырып аламыз да, қайнап тұрған сорпаға осылай шетінен саламыз. Қасық ысып кетпей керек, ысып кеткен кезде жаңағы суық суға салып отырамыз арасында. Өте дәмді, тойымды, өте ауыр емес, жақсы болып шығады супымыз. Одан кейін супқа укроп турап салыңыздар, өте аромат, әдемі дәм, иіс беретін болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Видео ұнаған болса лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, қоңырауды басып қоюларыңызды сұраймын. Ас болсын.